Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Және менің сүйікті де ақылды 4-ші О классында оқитын оқушыларым. Еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты биылғы оқу жылының 4-ші тоқсанында ерекше түрде білім алғалы, яғни қашықтықтан оқығалы отырмыз. Ал оның табысты болуы өздеріңізге байланысты. Себебі, қашықтықтан оқығанда сендер өз беттеріңмен білім алатын боласыңдар. Күн тәртібін сақтауға үйренесіңдер. Кітап оқуға көп уақыттарың болады. Ата-анаңмен бірге оқып, қабілеттеріңізді көрсетуге мүмкіндіктеріңіз артады. Ең алдымен, әділетім, сұлтаным, ақтеңгем, инабатым, асанәлім, нұржаным, әзімханым, қанатым, айсұлтаным, самалым, інжуім, исламым, жансаям, данам, шерханым, алтынгүлім, гаухарым, нұрбегім, алинурам, әсемім, іңкәрім, досханым, аланым, есетім, жаннырым, асылымым. Сіздерге шыдамдылық, еңбекқорлық, сабырлық сақтап, қашықтықтан білім алуда жалықпайық, ерінбейік дегім келеді. Пән мұғалімдері тапсырма берген кезде белсене отырып, өз мүмкіндіктеріңізді көрсетіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Мен сіздермен мақтанамын. Біз біргеміз. Ұстаздарыңыз Сәуле Жанболатқызы.